Өткен ғасырдың аласапыран уақытында дүние есігін ашқан болашақ журналистің ғұмыры оңай болмады. Шырғалаң бұрылыстарға толы өмірі балалар үйінен бастау алды. Өмір оны өзі тәрбиелегендей пісіп, толық жетіліп барып, шығармашылық жолға түсті. Ол жоғары интеллект адам еді. Ол ешкімді алаламайтын. Жершілдік деген мінез ол кісіде болған жоқ. Сапыл соғыс аяқталып, ел енді есін жиып, тұрмыс тіршілік енді оңалдау деген кез. Балалар үйінің табалдырығын аттаған бозбала үшін үлкен қалада оқу қол жетпес арман болып көрінді. Білімі мен ізденісінің арқасында Тауман Амандосов 1946 жылы Казмудың филология факультетінің журналистика бөліміне оқуға түсті. Оқуға ден қойған шәкірт өзгелерден оза шауып, 1950 жылы оқуын үздік дипломмен тәмамдады. Біліктілігімен көзге түскен журналист бірден аға оқытушы атанды. Тауман Салықбайұлы Амандосов осы атыраулық жерлесіміз болып табылады. Оның туған жері Алғабас деген жер ауыл. Сол жерде жүріп, аяғынан айырылады, жылан шағып. Өзі айтып отыратын еді, менің аяғым осы Алғабастың жерінде жатыр деп. Біз кейіннен сол Алғабастағы Кенезөк мектебін Тауман Амандосов атындағы мектеп қылып, соған беруге жұмыстандық. Тауман Амандосов негізгі осы Атыраудың төл перзенті болғанмен, Оралдағы балалар үйінде тәрбиеленген. Бұл қазақтың тұңғыш кәсіби журналистикасын дайындау үшін ғылыми журналистиканың негізін салған адам Тауман. Сол да жұмыс істеп, соны факультет қылып, филфактан бөліп алып шығады журфакты. 70-ші жылдары. Сонан сол журфакты бірінші кадр дайындайды. Бұл ғылыми журналистиканың негізін салған адам. Тауманның еңбегі журналистикада өте жоғары. Қазақ журналистикасы болашағы бар. Себебі мемлекет ретінде, ұлт ретінде өзімізді жоғары қоямыз. Сондықтан қалай болғанда да біз журналистиканы дамытуымыз керек. Оның болашағы сіздер. Тауман Салықбайұлы журналистикаға кіріспе, газет жанрларының теориясы, публицистика уақыт үні сияқты алғашқы оқулықтардың авторы. Студенттер мен оқытушылар үшін бұл кітаптар құнды жәдігерге айналды. Тауман Амандосов Салықбайұлы біздің ұстазымыз, ғалым, профессор, Қазақ ұлттық университетінің, қазіргі Қазақ ұлттық университетінің журналистика мамандығының негізін қалаған адамдардың бірі. Жалпы Қазақстандағы журналист мамандарын қалыптастыруда, тәрбиелеуде, сол мамандарын осы қатарға қосуда Тауман Салықбайұлының орны ерекше. Өйткені жаңа журналистика факультеті Қазақстанда жалғыз мамандық осы журналистер дайындайтын орын болды, оқу орны болды. Сол кезде алғаш жаңағы филология мамандығынан бөлініп 1966 жылы жаңағы факультет болып шыққанда осы жаңағы факультет болып шығуына да үлес қосқан, еңбек сіңірген және сол факультеттің алғашқы деканы болған осы Тауман Салықбайұлы. Тауман Амандосов оқулық жазып қана қойған жоқ. Ол журналистиканың ғылыми пән ретінде орнығуына, теориялық жүйеге түсуіне жол ашты. Жанрлық жүйе, публицистиканың қоғамдағы рөлі деген ұғымдар сол кісінің еңбегімен қалыптасқан. Ол әуелі біздің социалдық құрылыс дейді, қазіргі Атырау газетінде соғыс жылдарында 41-42 жылдар осы газетте еңбек етті. Олдары Берік Қорқытовтың жылнама еріктен басталады кітабында жақсы жазылған. Оның туған күнінің 5 желтоқсан болуына Манаш Қозыбаев дейтін досы, әріптесі, жасы 45-ке келген шағында оған жігіттер болып ұйымдастырып, әріптестері 1921 жылдың 5 желтоқсанда өмірге келді, паспортына жазып тапсырады. Сөйтіп ол 1920 жылдың 5 желтоқсаны
туған күн болып есептелініп кетеді. Оның 75 жасқа толған туған күнді осыны Манаш Қозыбаев өзінің естелігінде жазады, мен де қараған. Бауыржан Жақыптың мынадай өлеңі бар ғой, марқұм қайтыс болғаннан кейін оны жерлеудегі бара жатқандағы бір өлеңі бар. Ұстаз деген. Өтті өмірден тауағаң деген хабар естіп жатыр бар адам. Қала жақта қаралы күй шертіліп, ауыл жақтан естіледі қаралы ән. Иық қасап өзің жатқан табытты, көрдіңіз бе күңіренген қалыпты. Аяулысы арысынан айырылып, үлкен кіші қайғы жұтты қамықты. Талай жанға жасап өттік жақсылық, мейірімді көрмейді ешкім жатсынып. Ғұмыр бойы тау болып өткен тауағай, енді сізді тұрмыс тауға тапсырып. Тауман Амандосов бізге журналистиканың тек техникасын емес, философиясын қалдырған тұлға. Оның сөз шындықтың айнасы деген ұраны әлі күнге дейін өзекті. Ол кетті, бірақ сөзі қалды, ізі қалды. Қазақ журналистикасының терең тамырын танып, соған жан берген тұлға ретінде Тауман Амандосов мәңгі есте қалмақ.